Стресс, депрессия деген ол оқиға емес, сіз түсіп кеткен сіздің сол оқиғаға қараған көзқарасыңыз. Стресс аз уақытта болады, ал депрессия деген ұзақ уақыт болады. Әр адам өзіне сұрақ қою керек: мен депрессияда жүрген жоқпын ба деген. Миға дұрыс сұрақ қойсаңыздар, дұрыс жауап аласыздар. Стресс, депрессия деген не, және сол кезде адамның көңіл күйі, мінезі қандай болады, оның салдары және шығу техникалары бар, шығу жолдары бар. Соған осы аптаны арнайтын боламын, бөліп видеолар түсіріп тастайтын боламын. Сол туралы осы инстаграмға кіріп қарап отырсаңыздар болады. Және анықтап алғаннан кейін сіздер өздеріңіз көмектесе аласыздар. Бірінші. Екінші, жақсы достарыңыз болса, солардың көмегіне жүгінсеңіздер болады. Жақын адамдарыңыз болса, сізді түсінетін, солардан көмек алсаңыздар болады. Сізді түсінбейтін адамдармен мүлде сөйлеспеу керек. Және мамандардың көмегіне жүгіну керек болады. Психолог, психотерапевт, гипнотерапевттердің көмегіне жүгіну керек болады. Өте асқынған түрі болса, дәрі-дәрмектер ішу арқылы шығасыздар. 3 түрі болады: асқынған, жеңіл және жай ғана депрессивтік тұрғыдағы қобалжу. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, 8776 020 78 18 телефонына